Жаңа үйдің сапасы сын көтермейді. Түркістандық тұрғындар арнамызға осылай деп шағымданды. Әбден зәрезап болған халықтың айтуынша бірнеше айдан бері тұрғын үйдің кем-кетігі жөнделер емес. Бұған не себеп? Әріптесім Айдана Дүйсенбаева тарқатып айтады. Үйді бітіріп берсін. Бізге уәде беріп келе жатыр мінекей. Айда, ана айда. Айдың басы басталады. Ортасына дейді 2 апта дейді. 2 апта дейді. 2 аптадан кейін тағы да 2 апта дейді. Сөйтіп созып келе жатыр. Түркістандағы жыр болған тұрғын үй әкімшілік іскерлік орталықтың қақ ортасында орналасқан. Бүгінде тұрғындардың 70% қоныстанып үлгеріпті. Бірақ үйдің сапасына көңілдері толмайды. Себеп үйдің құрылысында олқылықтар көп. Қабырғасынан су өтіп, сылақтары түсіп жатыр. Есік терезелерінің де жабылуы қиын екен. Бәрінен бұрын жұрттың мына дыбыстан ығыры шыққан. Бүгінде мұндағы тұрғындар әбден шығынға баттық дейді. Арасында 5 айдан бері жаңа қонысына қоныс аудара алмай жүргендер де бар. Сондықтан жалдамалы пәтер мен жаңа үйдің ипотекасын қатар төлеуге мәжбүр. Солардың бірі Ерман Баймахамбетов. Ол әупіремде бәрең жеткен алғашқы баспанамның шикіліктері бітер емес деп қынжылады. Мердігерлер болса үйдегі кемшіліктерді толық жөндейміз деп уәде берген екен. Алайда күн өткен сайын жыртық жамалудың орнына кем-кетіктер көбейіп жатқан көрінеді. Терезе құлап кетпесін қазір. Жалпы осы үйге ремонт жасайын десе қорқамыз. Жаңа кухняға көріңіздер, сырысты судың қалай өткен, терезеден жел үреді, линолеумнен тоже жел үреді, қайырып кеткен линолеумдарды. Тереземіздің түрі мына көшіп келіп жатсақ, ремонт істеуге қорқамыз, бірақ сонда қайтадан сондай шығын боламыз деп. Не талап етесіз енді? Не сұрайсыз? Енді бұл жерде подрядчик бар ортада, одан кейін субподрядчик бар. Біз субподрядчиктаны танимыз, Қанат деген мырзаны. Ол кісі тек қана осы 4-5 ай болды алған бұл үйді тек құрғақ уәдемен келіп жатыр. Аны дейді, міне дейді, күн жылысын дейді, жаңбыр тоқтасын дейді, жұмысшылар болмайды дейді. Бірақ уже күн жылында ешқандай результат жоқ. Мердігер мекеменің өкілі құрылыста біраз кешіктірулер болғанын растап отыр. Себебі бүгінгі дейін қаржының ыңғайы болмапты. Сөзіне сенсек, енді бірер айда кемшіліктер толық жойылады дейді. Жоқ, бар ондай кемшіліктер, енді шетінен ретке келтіріп жатырмыз, толықтай 100% ретке келтіріп береміз деп уәде берем. Қай уақытқа дейін? Енді 1 ай шамасында, 1 ай. 1 айда? Иә, құдай қалса, иә. Қазір қаржыландыру басталды, ашылды қаржыландыру. Енді кейбір себептерге орай бізде қиыншылықтар болды. Ақша мәселесі енді бәрі қарастырылды. Ақша бөлінді. Кемшіліктердің бәрін жоямыз. Тұрғындарға уәде береміз. Үй ауласының жайы да мәз емес. Соған қарамастан тұрғындар жаңа қоныстың қызығын көп ұзамай көреміз деп үміттеніп отыр. Тек жауапты жандардың жауапкершілігі артса деген тілегі бар. Айдана Дүйсенбаева, Дархан Балғынбек, Түркістан 24.